Соғыстың сұрапыл жылдарында таңды таң құрып, өзектері талып жүріп еңбек еткен, соңғы сындырық нанына дейін майданға жөнелтіп, жеңіс үшін аштық пен азапқа төзген Батыс Қазақстанның тылдағы жауынгерлері, бұл фильм сіздерге арналады. 41 жылдың 21 маусымы менің есімде жақсы сақталған. Жексенбі, күн ашық, бір жайдарлы күн еді. Ата-аналарым базарға патефон сатып алуға кеткен. Соғыс жылдары өткен балалық шағын София Шаймерденова жатқа біледі. Вокзалда адам көп болды. Біреуді біреу естіп, біреуді біреу тауып болмайтын еді. Себебі майданға бүкіл еркектер кете бастады. Әскерлер көп болды. Балалар әскерден де көп еді. Мамамыз да, бәріміз де жыладық. Біз балалар бойымыз жетпеген соң әкелеріміздің аяғын құшақтап алдық. Біреу біреуді жұбатып жатыр. Көбі жылап жүрді. Біз де жыладық. Сондағы вокзалды көз алдыма келтірсем, әлі бойым